Кім екен бәрін көрген да. Оның бойындағы қасиет жай адамдардың бойында жоқ қасиетті көрген. Адалдығын, тазалығын, сабырлығын, көркемдігін бәрін көрген да, ол кісі пайғамбар болды деңіз, ешбір күмәнсіз ең бірінші иман келтірген кісі пайғамбарымыздың өзінің әйелі болып табылатын. Сондықтан бұл жердегі үйленгеннен кейін, ал енді бірақ бәрі кемшіліксіз болмайды адам. Сол үшін кемшіліксіз болмағаннан кейін ерлі зайыптылар киім деп айтады да, киім жасырады ғой кемшілікті. Сол кемшілікті өздері шешкен жақсы. Сыртқа жаймаған жақсы. Еркек келді, мен ана қызды алып едім, мен тақуа деп ойлағам ғой. Үйге келіп еді, мен тамақ істеп еді, тұзымды кетті деп, әле болды, ішім өтіп кетті. Дұрыс емес. Болды, ол отбасында шешілетін нәрсе. Сол жерде қалу керек. Өйткені киімсіңдер. Тура соқта әйел айтып отқан болатын болса, ой, мына жігітті мен сонша жақсы көріп, өліп-төліп барып едім. Барып тұрған нервіне біреу екен ей. Жоқ, отбасында шешу керек. Отбасында шешу керек. Байда біреу айтқан сияқты, бір кісі үйленіп, ажырасып бір жігіт. Төртінші рет пе, бесінші рет үйленейін деп жатыр екен да. Сосын айтыпты, жаңағы үйлендің қызғаш, мен минусымды айтайын саған. Мен саған дейін 4 рет үйленіп ажырастым. Мінезім нашар. Көп әйелдер шынамай кетіп қалды. Мен негізі бір минусым бар, бірақ өзім білем, соны түзей алмай жүрмін. Тез ашуланам. Бірақ әйелім сәл үндемесе басылып қалам дейді. Сөйлесі тоқтай алмайым дейді. Сондықтан сен енді алдынан біліп алшы, ертең үйленіп қайтадан ажырасып, елден ұят болды дейді. Ажыраса сөйтсе, жоқ деп. Ол сіздің кемшілігіңіз емес екен депті. Ол әйелдердің кемшілігі екен депті. Сізге ешқандай әйелдердің кемшілігі деп. Сөйтіп соны үйленген екеуі жақсы семья болып кетті. Енді өйткені минусты айтқан ғой. Жарайды ана, ашулана берсін деген сияқты. Үндемей, сөз айта алмайды, сосын барып ең соңында 1 сағат ұрсады, одан кейін 1 сағат кешірім сұрайды екен де күйеуі. Артық кетіп қалды, не ғана бар деген. Әйел деген ештеңе жоқ. Жарайды. Ұрысып жатса да жарайды. Кешірім сұраса да жарайды енді деген сияқты. Бірақ семья. Сонда арабта мақал бар. Ман лам ясбир аля калиматин ясмау калиматин дейді. Бір сөзді естуге шыдамаған адамға дейді, 1000 сөзді есту керек болады дейді. Өйткені кей кезде доп сияқты адамдар, ұрсаң ұрған сайын секіретін. Сонда кей кезде бір жерде үндемейде өткізу керекті болып қалады екен. Сонда бұл жердегі айтып жатқаны, сенің өзіңнен деген сияқты әйел кісіге жас қарау келесен жалғасында келеді. Литаскуну илайха, сол әйелден тыныштық табу үшін дейді. Әйелдің ең жақсы күйеуіне тыныштық сыйлайтын әйел.